1 минут бастайық. Қостанай облысындағы ауылдарды қасқырлар торып жүр. Мына бейнені Newscore сервистік қызметіне сол жақтың тұрғындары жіберді. Ақпарат Экспресс-ка сайтында жарияланды. Видеода қасқыр Наурызым аудандағы Шолақсай ауылына кіріп кеткен. Сол жердегі тұрғынның айтуынша арлан қорасы орналасқан ауласына кірген екен. Ол дереу көршілерін көмекке шақырыпты. Арасындағы бірі аңшы болып шықты. Көк жалды кеудесінен атып жіберіпті. Осыдан бірнеше күн бұрын үй иесі дәл сол қасқыр жүрген жерде мал сойған екен. Соның иісін сезген болар арлан. Абырой болғанда жергілікті тұрғындар да, малдар да аман. Бұл Қостанай облысында жануарлардың елді мекендерге кіріп кеткен бірінші жағдай емес. Қостанайдың қақ ортасында жүрген түлкінің видеосын жіберген. Жыртқыштардың бұл ісін қалың қар жауып орманда азықтың таусылуымен байланыстырады. Абай болайық. Ал ақпараттың толық нұсқасы Экспресс-ка сайтында.